Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 98 бабының 3 тармағына сәйкес объектілердің операторлары 2021 жылғы 1 тамызда кешіктірмей кодекстің ережелеріне сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласында өкілетті органға тиісті объектілерді 1, 2, 3, 4 санатқа жатқызу мақсатында өтініш беруге міндетті. Кодекстің 98 бабының 11 тармағына сәйкес қолданыстағы объектілерде кодекстің қолданысқа енгізілгенге дейін, яғни 2021 жылдың 1 шілдесіне дейін пайдалануға берілген объектілер деп түсініледі. Сонымен қатар санатты айқындау бойынша портал жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін әзірленді. Алайда бүгінгі күні портал сервері толып кетті. Сондай-ақ болашақта пайдалануға қол жетімсіз болады. Бұл ретте жаңадан енгізілген объектілер үшін кодекстің 12 бабы және 2 қосымшасына сәйкес талаптарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі 246 бұйрығымен бекітілген нұсқаулықты басшылыққа алу қажеттігін қаперіңізге береміз. Кодекстің 67 бабына сәйкес қызметті жүзеге асыруға ниет білдірген тұлға қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауды немесе әсерлерді скрининг жүргізуге қоршаған ортаны қорғау саласындағы өкілетті органға белгіленіп отырған қызмет туралы өтініш береді. Қоршаған ортаға әсерді бағалау және әсерлерге скрининг рәсімін жүргізу міндетті болып табылатын қызмет түрлері мен көзделіп отырған қызмет объектілерінің тізбесі кодекстің 1 қосымшасының 1-2 бөлімдерінде белгіленген. Осылайша жаңадан енгізілген объектілер бойынша санатты айқындауды әсер ету скринингінің қарау кезеңінде қалған жағдайларды оператор дербес айқындайтын болады.